Елшілердің мөрі Мұхаммед пайғамбар. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қандай еді? Ол әкесінің түрін көрген жоқ, ал анасынан 6 жасында айырылды. Ол жүрегі зәмзәм суымен жуылып, шайтаннан қорғалған адам. Ол өмірінің әрбір сәті, тіпті қалай тамақ ішіп, қалай ұйықтағанына дейін кітапқа түсіп сақталған әлемдегі жалғыз тұлға. Ол жер бетін басқан және басатын адамдардың ең абзалы. Ол тек өз қауымына ғана емес, барша адамзатқа және жындарға да пайғамбар етіп жіберілді. Том-том кітапқа жүк болатын өнегелі өмірінде кемел адам болуды сөзімен де, ісімен де көрсете білген ол адам. Ол көркем мінездің шыңы. Оның әйелі Айша анамыз, ол жүріп жүрген тірі Құран ет деген. Ол ең жұмсақ, ең жомарт, ең жанашыр адам еді. Ол кез келген жас баланың көңілін қимай жетегінде кете беретін. Ол мешіттің ішіне дәрет сындырған адамға жұмсақтық көрсете білген ең көркем мұғалім. Ол ең сабырлы, ең шыншыл, ең қамқор жан болатын. Тіпті сахабалары пайғамбар мені бәрінен артық жақсы көреді деп ойлайтын. Оның әр сөзі Алланың салған уахийы. Толған айдай ашық ажары жүректерді баурайтын. Ол батырлықтың көркем үлгісі. Ол өмірінде ешкімге қабақ шытпады. Кек алуға мүмкіндігі бола тұра кешірім танытты. Сахабалардан ерекшеленбейтіні соншалықты, іздеп келгендер Мұхаммед деген қайсың деген сауалды еріксіз қоятын. Ол тәкаппарлықпен киінбейтін, дандайсып жүрмейтін. Ол кедейді тамақтандыратын, аурудың хәлін білмекке асығатын, әйелдеріне ерекше қамқорлық көрсететін, киімінің жыртығын өзі жамайтын. Ол етігін өзі тігіп, қойын өзі сауатын, ал түннің басым бөлігін Раббысының алдында намазға тұрды. Ол әзілдесе тек шындықты айтатын, ал балаларға өзі бірінші болып сәлем беретін. Оның денесінің есі жұпар естен артық аңқып тұратын. Ол ең үлгілі отағасы. Ол өмірінде тамақты айыптамаған адам. Ол нәресте кезінде үйіне береке сыйлаған сәби болды. Ол ең адал саудагер, ең жақсы жар болатын. Ол Айша анамызбен жүгіріп жарысатын, еркелететін, оны барлық адамдардан қатты жақсы көретін. Ол ең үлгілі әке. Ол ең жақсы көрші еді. Ол үнемі қастандық жасап, жолына қоқыс төгетін көршісі көрінбей қалған кезде жағдайын сұрап барған. Алла тағала ол туралы: «Әй Мұхаммед, сен шын мәнінде ұлы мінезге иесің» деді. Ол 23 жыл бойы ағаштан, тастан жасалған нәрселерден береке күтпей, қорған пана тілемей, тек Аллаға ғана құлшылық етуге шақырды. Я Алла елшісі, сен бізге бәрінен де сүйіктісің. Сендерге Аллаға және ақырет күніне үміт ететіндер, әрі Алланы көп еске алғандарға Алланың елшісінде көркем үлгі өнеге бар. Ахсаб сүресі 21 аят.